Стоп. Қалайсың? iPhone неге Android желісіндегі смартфондардан жақсырақ? Неге күшті? Біз саған 5 себеп дайындап қойдық. iPhone неге күшті, неге жақсы? Міндетті түрде видеоны аяғына шейін көр, лайк, подписка жасасаң, бастайық. Бірінші себеп iPhone неге жақсы? Бұл жерде экосистема. Егер де сізде MacBook және де Apple компаниясы iOS желісінің iPhone болса, екеуінің файл обмен жасау үшін, бір-біріне файл лақтыру үшін AirDrop қолданасыз. Өте тез. Егер де қандай да бір төлем жүргізгіңіз келсе, Apple Pay'ді қолданасыз. Егер де зашифрованный элементтер жүргізгіңіз келсе, Apple Watch'ты қолданасыз. Бір сөзбен барлық бір-біріне жаңағы экосистеманың құрылғысы қандай да бір iOS желісі болсын, бір-бірімен үйлесімділігі өте тез, керемет, жылдам. Мысалға сізде MacBook пен iPhone'ның Apple компаниясының смартфоны болса, екеуінің бір-біріне фото жіберу бұл өте тез, ешқандай қиындық тудырмайды. Бір сөзбен ыңғайлылық. Экосистема жақшаның ішінде ыңғайлылық өзінің структурасында. Ондай интеграция басқа жүйелерде жоқ. Samsung компаниясы Microsoft компаниясымен бірлесіп жасау үстінде, бірақ iOS-тікіне жетпейді. Ыңғайлы, тез. Екінші себеп бұл жерде обновление. Қазіргі таңда смартфондар шығу барысында онымен қоса қоймай обновлениялар шығып жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Мысалға айтайын, Android желісінде мен Samsung S8 смартфонын сатып алдым. Маған 2 обновление, алдыңғы жаңадан шығып кеткен 2 обновление жазып алу үшін ол ақылы түрде, немесе менің жаңағы S8 смартфоным ол позицияны ұстай алмайды. Бір сөзбен менің смартфоным оған шыдай алмайды. Сондықтан менің смартфоным артқы жақта қалып қояды, ескіріп. Ал iOS желісінде iPhone смартфондарында ондай емес. 2015 жылы шыққан iPhone 6s смартфоны iOS 13-ке шейін көтере алады. Яғни ешқандай қатпай, қалай тез жұмыс жасап тұрды, тура солай жұмыс жасай береді. Бұл жерде әрбір компанияның iOS пен Android желісінің айырмашылығы, iOS компаниясы өзінің қолданушыларын ойлап, обновленияны көпке шейін ұстап тұратындай смартфон жасайды. Көпке арналған смартфон. Ал Android желісінде басқашалау. Сіз смартфон аласыз, обновление ұстамай қалады, сіздің смартфоныңыз ескі смартфон болып есептеледі. Яғни iOS желісі көпке шыдайтын смартфон жасауда. Үшінші себеп iPhone неге жақсы? Бұл жерде аксессуарларының көп болуы. Мысалға, кез келген смартфон сататын жерлерге кіріп қалсаңыз, ол жерде ең бірінші көзге түсетін iPhone-ның заттары, iPhone-ның аксессуарлары, Apple Watch-ға аксессуар, MacBook-ға аксессуар. Енді iPhone-ға өте көп бой бар. Мысалға, кейбір Android желісіндегі смартфондарды алатын болсаңыздар, сіз оған стекло таба алмай жүресіз. Huawei-дің стеклосын Redmi-ға, Xiaomi-ға тағасыз. Xiaomi-дікін Samsung-ға табасыз. Кейбір модельдерінде стекло жоқ. Ал Apple компаниясында iOS желісінде жаңадан шықпай жатып iPhone-дар оған аксессуар мен защитный стекло, зарядка, чехол барлығын шығарып қояды алдын ала, телефон шықпай тұрып. Бұл жерде оның себебі, бұл жерде танымалдылық десем де болады, яғни қосымша аксессуарлары. Төртінші себеп неге iPhone жақсы? Бұл жерде алып сатардағы плюс. Қалай дейсіздер? Мысалға, егер де сіз Samsung сатып алатын болсаңыз, немесе Android желісінде кез келген смартфон сатып алатын болсаңыз, ол құндылығын жоғалтады. Мысалға, сіз 150 мыңға Xiaomi сатып алсаңыз, сіз оны 150 мыңға сата алмайсыз. Бітті. Алған бетте әрі кетсе сіз оны 1 жыл қолданып 100 мыңға әзер дегенде, егер де сіз өзіңіз жақсы ұстасаңыз, адамға бір жақсы жеткізе алсаңыз, оны 100 мыңға сата аласыз, әрі кетсе 1 жылдан кейін. Ал iPhone желісінде басқаша. Мысалға, сіз iPhone 10 алсаңыз, 8 алсаңыз да, сіз оны 1 жыл ұстасаңыз да құндылығын жоғалтпайды. Сіз оны қандай бағада алдыңыз, сондай бағаға сата аласыз. Өзіңізге байланысты, телефонды ұстауыңызға да байланысты. Сонымен қоса, мысалға, сіз iPhone 10 алып, оны 10-ды сатып, кішкене ақшаға 11 аласыз. 11-ді сатып, кішкене ақшаға қосып, 12-ді аласыз. Бұл жерде бір сөзбен доступны, қол жетімді сату барысында өзінің құндылығын iPhone жоғалтпайды. Өзінің бір рейтингін ұстап тұрады. Бесінші бізде және соңғы себеп бұл жерде iPhone смартфонының ремонтын жөндеуін тез жасау.
қазір жаңағы сотка жөндейтін жерлерге барсаңыздар, iPhone смартфоны негізі шын мәнісінде тез жөндеп береді. Ал жаңағы қосымша бөлшектерді өте көп тез ауыстырып, сол жерде сізге ауыстыру ықтималдығы жоғары Androidқа қарағанда. Өйткені Androidқа айтады, смартфоныңды тастап кет, бір аптадан кейін немесе заказ береміз, заказ келгенше одан кейін саған ауыстырып береміз, өйткені ол бөлшек бізде жоқ дейді. Ал Android желісінде, iOS желісінде, iPhone смартфондарында басқаша. Смартфонды әкелесің, ол айтады, мынандай деталь істемей десеңіз, сізге сол мезетте ауыстырып береді. Бұл жерде ремонттың тез жасалуы және керек бөлшектердің керек уақытында тез табылуы. Міне достар, осы критерияларды ойлап, осы критерияларды саралау барысында біз iPhone смартфоны, iOS желісіндегі iPhone смартфоны, Android желісіндегі смартфондардан 5 артықшылығын таптық. Сіздердің ойларыңыз қандай? Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және біздің видеода жаңада шыққан видеоларымызды көріп қалып қоймас үшін подписаться деген кнопканы басып, жанындағы қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Әрине, әр адамның ойы әртүрлі, біреулерге Android ұнайды, біреулерге iOS ұнайды. Бізде ешқандай қарама-қайшылық жоқ, біз өз ойымызды білдірдік. Аяғына шейін көргеніңе рахмет достым, бізбен болғаныңа да рахмет. Сау бол.